Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен ерекше, дәмді және тойымды астың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны жалғастырмас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік, бастаймыз. Бірінші кезекте асымыздың қамырына кірісеміз. Ол үшін табағымызға жұмыртқамызды және жылы сүтімізді салып араластырып аламыз. Және де бір шай қасық тұзымызды және де қантымызды салып араластырамыз. Үстіне ерітілген сары майымызды қосып жақсылап ерітеміз. Және дрожжымызды қосып араластырамыз біркелкі етіп. Енді араласқан массамыздың үстіне ұнымызды құйып, жақсылап қамырлейміз. Осылай жұмсақ болып шығады. Жақсылап июін қандырып, бетін жауып қалдырамыз. Енді салмасына көшетін боламыз. Ол үшін фаршымызға пиязымызды салып, және де керекті дәмдеуіштерді салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді осыны 4 бөлікке теңдей етіп бөлеміз. Енді қолымызды сулай отырып, кішкене бөліктерге бөліп аламыз. 24 бөлік шығу керек. Міне фаршымызды 24 бөлікке бөліп алдық. Енді ашыған қамырымызға кірісетін боламыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп, жақсылап илеп, және де 10 минутқа қалдырып қоямыз. Қамырымыздың бір бөлігін алып, жайып аламыз.
Қамырымызды жайып алдық, енді пергаменттің үстіне төсейміз. Енді үккіштен өткен сырды қамырымыздың дәл ортасына видеода көрсетілгендей етіп салып аламыз. Енді қамырдың екінші бөлігіне өтеміз. Екінші бөлігінде дәл солай жайып аламыз. Енді видеода көрсетілгендей етіп, сырымыздың үстіне жайып аламыз. Қамырымызды енді теңдей етіп 24 бөлікке бөлеміз. Енді бөлінген бөліктерге фаршымызды жайғастырып шығамыз. Жайғастырып алдық, енді видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Енді екінші бөлігімізге де дәл солай жайғастырып, орап шығамыз. Дайындап шықтық. Енді жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Бетіне өз қалауларыңыз бойынша күнжітпен макси өп шықсаңыздар болады.
Енді осымызды қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Міне осындай болып пісіп шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Өте дәмді және ерекше болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер және де менің каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.